Бисмилля, альхамдулилля. Құрметті Confess.Теміртау парақшасының оқырмандары және осы парақшаны қарайтын Теміртау жастары, Теміртау қаласының тұрғындары және қонақтары. Әдетте аптаның бір күнінде тікелей эфирге шығамыз. Бүгінгі тақырыбымыз ислам діні және салт дәстүр ұғымы. Екеуі бір ұғым ба, әлде екеуі бөлек пе деген бізде сұрақтар қалыптасып жатады. Кейбір топтардың қазіргі кезде ислам дінін бөлек, қазақтың салт дәстүріне қатысы жоқ деген сияқты үкімдер беріп жатады. Бұл жалпы дүние дұрыс па, әлде басқа да пікірлер бар ма деген сияқты сұрақтар пайда болады. Ислам және салт дәстүр бұл екеуі көбінесе қатар жүретін, бірақ кей кездері бір-біріне қайшы келуі де мүмкін ұғымдар негізі. Себебі егерде салт дәстүр ол исламға қайшы келмесе, дінге қайшы келмесе алынады. Қазақстан сияқты мұсылман елінде ислам діні мен ұлттық салт дәстүр ғасырлар бойы қатар дамып, бір-бірімен тығыз байланысты өмір сүріп келеді негізі. Енді басқа мемлекеттердің жалпы исламның дәстүріне қайшылықтары болуы мүмкін. Кейін келген мемлекеттердің деген сияқты, ал жалпы ғасырлар бойы дінде келген біздің еліміздің жалпы салт дәстүрі исламға қарама-қайшы деп айтуға болмайды. Ислам діні туралы қысқаша айтатын болсақ, енді ислам Алланың бірлігі, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарды соңғы елші ретінде тану негіз ететін дін. Ислам дінінің негізгі қайнар көздері ол жалпы Құран болып есептеледі, ол Алланың сөзі, екіншісі сүннет, пайғамбарымыздың іс-әрекеттері және сөзі, бұны хадис деп айтып жатады. Енді салт дәстүр дегенге тоқталайық. Жалпы салт дәстүр дегеніміз не? Салт дәстүр халықтың ұзақ уақыт бойы қалыптасқан өмір сүру, наным сенім, әдет ғұрып жүйесі, бұл белгілі бір ұлттың тұрмысын, дүниетанымын, тәрбиесін айқындайтын рухани, мәдени бір мұра. Мысалы, дәстүрде мынандай бір дүниелер бар: бесікке салу, тұсау кесер, қыз ұзату, ас беру, қонақ күту, құда түсу деген сияқты жалпы бізде салт дәстүрлер бар. Енді осы салт дәстүрлерімізді ислам шеңберінде бір қарап көрейік. Ислам мен салт дәстүрдің үйлесімі көптеген дәстүрлер, қазақ халқының дәстүрлері, жалпы осы Орта Азиядағы қазақ болсын, қырғыз болсын, өзбек болсын, тәжік болсын, бұлардың жалпы салт дәстүрі, көптеген дәстүрлер ислам қағидаттарымен үйлесіп, оларды толықтырып отырады. Мысалы, салт дәстүрде қонақ күту. Исламға бұл салт дәстүр сай ма? Бұл салт дәстүр сай. Қонақ күту исламда сауапты іс. Мысалы, бізде қазақта қонағыңды құдайыңдай күт деген бір сөз тіркесі бар. Яғни құрметте. Пайғамбарымыздың хадистерінде кімде-кім үйіне қонақ күтетін болса, ол адамға Алла тағала жәннаттың қалалар тұрғызады. Кімде-кім қонақ шақыратын болса, Алла тағала оның ырзығын көбейтеді деген сияқты көптеген хадистермен бұл дүниелер қуатталады. Енді алатын болсақ, ас беру. Мысалы, ас беру қазақтың салт дәстүрінде бар. Енді ас беруді ислам дінінде бұл бар ма дегенде, әлбетте бұл ислам дінінде бар. Мысалы, марқұмға дұға ету исламда құпталады. Марқұмға дұға еткеннен кейін ас беру деген дүние, қазақтарда мысалы ас беріп жатамыз, бақилық болған кісіге қонақ асын беріп жатамыз, бақилық болған кісіге жетісін беріп жатамыз, қырқын беріп жатамыз, не болмаса 100 жылын беріп жатамыз. Бұның бәрі пайғамбарымыздың хадистарында, Алла тағаланың Құранның аяттарында бұның садақа ретінде, бақилық болған адамдарға пидия ретінде берген дүниелерді біз сол кісінің, марқұмның сауап болсын, оқымаған намазына, ұстамаған оразасына өтем болсын деген ниетпен бізде ас беріліп жатады. Сондықтан әлузурун нуфур, пайғамбарымыз айтады, егер де сендер ант ішіп қойсаңдар,
онда анттарыңды орындаңдар дейді. Сондықтан біреулер ас береміз деп жатса, сол оқымаған намаздарына жетім жесірге қарын тойдырамыз деп жатса, бұл бізде дәстүріміз. Мысалы қара халық шақырып ас беріп жатамыз. Сол сияқты бұл ислам дінінде бар. Енді бесікке салу. Енді бұл ислам дінінде сай ма? Ислам дініне сай. Ешқандай бір қайшылық жоқ. Ниет дұрыс болса, ешқандай бір зияны жоқ. Бесік дегеннен мысалы бала ішінде қолы байланып жатады, тыныш ұйықтайды деген сияқты бесіктің өзінің қазақтың бесіктерінде бір қадір қасиет болады. Және қыз ұзату, бізде қыз ұзату деген бар. Бұл исламға сай ма? Әлбетте исламға сай. Мысалы, исламда неке менен шаңырақ құруды қолдайды. Сондықтан құдалардың бір-бірімен танысуы, жастардың бір-бірімен кездесуі, және сол жерде ас беріліп, тойланып бір-бірін құттықтауы, бұл да исламда жалпы көрінген бар заттар. Енді жалпы осындай біздің дәстүрлеріміз, көптеген дәстүрлер өте көп. Мысалы, тағы да ата-анаңызға құрмет дейді. Келін түсіргенде бізде келін илім сәлем беріліп жатады. Бұл дәстүрімізді өкінішке орай кейбір топтар бұл адамға иілуге болмайды дейді. Бұл деген бізде құрмет деген бар. Құранда да, хадистарда бұл туралы дүниелер келеді. Сондықтан құрмет көрсету исламда болғандықтан жаңа келген келін аттары атылған құда, туыс, жекжат, жамағатқа танысу ретінде оларға құрметпен иіліп бас иіп жатады. Сондықтан қазақ айтады, келіннің аяғынан, қойшының таяғынан дейді. Келін келгеннен кейін қазақта отқа май құйып, келіннің артынан келе жатқан береке майланып келсін. Және қазақта ошақ деген отбасында үлкен ұғым бар, сол ошағы сөнбесін деген ниетпен бізде қазақта жаңағы келінге май құйып жатады. Сондықтан бұл әр заттың өзі ниетіне байланысты. Сондықтан жалпы қазақтың салт дәстүрі ислам дінінде әрдайым дамып, осы екеуі бір ұғым болып келген. Өкінішке орай кейінгі жылдары дәстүрді бөлек алып, дінді бөлек алып, қазақтың дәстүрінен де дінінен айырып жатқан топтарды біз көреміз. Әлбетте біздің егер дәстүріміз бұрынғы ата-бабамыздың дәстүрлері олар ислам дінінде болмаса, ойлануға болушы еді. Ал енді қазақ жеріне сонау Аңырақай шайқасынан бері Атлақ шайқас дейміз, Талас өзеніндегі шайқас дейміз. Сол шайқастан бері 7 ғасырда түрік қағандықтарының бері ислам діні Орта Азия жерінде дамығаннан кейін әр дәстүрді ислам дініне сай қылып, сол дәстүрлердің негізінде қандай да бір мағына, мысалы біздің дәстүрімізде домбырамен терме айту, домбырамен ислам дінін жеткізу деген дәстүріміз бар. Бұл да дінге көптеген орасан зор үлестерін қосып жатады. Сондықтан қорыта келе негізі ислам мен салт дәстүр бір-бірін толықтырып, тәрбиелік мәнін күшейткенге жақсы бір бұл механизм. Бірақ егер де салт дәстүр қайшы келетін болса, мұсылман бір адам бірінші кезекте шариғатты басшылыққа алу керек негізі. Ал енді әлбетте бұндай айтатын пікірлер бар, десе де қазақтың ешқандай салт дәстүрі шариғатқа қайшы келмейді. Сондықтан қазақтың бұрынғы істеген іс-әрекеті, ата-бабамыздың қойып кеткен бізге әрбір дәстүрінде құлшылық бар, әрбір дәстүрінде мағыналы тәрбие бар. Сондықтан дәстүрімізді күшейтіп, дәстүрімізді әрі қарай дәріптесек, біз діннен де, елімізден де, ұлтымыздан да ешқандай алшаққа кетпейміз. Міне осындай жалпы танымдық тікелей эфирді осы парақшаға сақтап қоямыз. Жалпы осы парақшадан көріп бөліссеңіздер болады.